Көкірегімді үлкейту үшін 2 рет ота жасаттым. Супермамасита лақап атымен танымал Әлия Байтуғаева отбасы мен табысы жайлы айтты. Танымал блогер Супермамасита лақап атымен танылған Әлия Байтуғаева алғаш рет отбасы туралы сұхбат беріп, зәулім үйін көрсетті. Бұл туралы Стан-Кз ақпарат агенттігі жұлдызы жаңғырық бағдарламасына сілтеме жасап хабарлайды. Жақында үйімізді жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Ол сұрақтардың бәріне жолдасым қоярсыз, мен оған қатыспадым. Үйіміздің құрылысы 9 ай дегенде бітті. Менің жеке территориям ас бөлмесі, менің оқырмандарыма да жақсы таныс бөлме. Барлық тамақты өзім жасағанды жақсы көремін. Қазақша ет ассақ қолдан қамыр жаямын. Балаларым да соны жақсы көреді. Террассамыз да бар. Кейде сол жақта шай ішеміз. Айтсам сенбейтін шығарсыз. Осы күнге дейін үй көмекшісін ұстамағанмын. Барлығын өзім жасайтынмын. Кейін ойлана келе үй шаруасына көмектесетін бір адамның керегі білдім, дейді блогер. Сондай-ақ блогердің денсаулығы соңғы кезде сыр беріп, өзі жақсы көретін спортпен айналысудан бас тартқан. Спортпен айналысқанды өте жақсы көремін. Бірақ қазір дәрігердің нұсқаулығымен бас тарттым. Ештеңе жасырмай бәрін айтайыншы. 7 жыл бұрын мен көкірегімді үлкейту үшін ота жасаттым. 2 омырауыма 400 миллиард теңгелік имплант салды. Оның салмағы жарты литр коламен бірдей. Әртүрлі өлшемді болғандықтан маған Д деген түрін салды. Отадан кейін өзімді жақсы сезініп, еш жерім ауырмады. Бірақ уақыт өте келе ол пішінін өзгертіп, салбырап кетті. Салмағы да ауыр болған соң көтеріп жүру де мүмкін болмады. Ол менің омыртқам мен мойныма әсер етті бастады. Содан кейін ұзақ ойланып өзіме ыңғайлысын таңдап 2-ші рет ота жасаттым. Көкірегім жоқ болған соң қатты қысылатынмын. Имплант салдырғанда қатты қуандым. Енді маған ыстық моншаға түсіп, тауға шығуға, спортпен айналысуға болмайды, дейді Әлия. Бүгінде Супермамасита ең табысты блогерлердің қатарында. Айлық шығыны мен табысы туралы да жасырмады. Ең жоғарғы табысы миллиард теңге, тіпті одан да жоғары болса таңғалмаңыз. Ай сайын керек-жарақ алу үшін орта есеппен 10 миллион теңге керек. Балаларға да қажет заттар бар. Бұрын өлсең де тірілсең де мына соманы табасың дейтінмін. Қазір мүлдем олай емес. Бірақ жинаған қаражатымыз бар. Болашағымызды сақтандыру үшін жинағанбыз. Айына қанша теңге бұйырады, сол менің табысым. Қымбат киім мен бренд сөмкелерімді де көрсетіп мақтанғым келмейді. Ең бастысы жұмысымды жақсы көремін, рахаттанып істеймін. Сол маған көп табыс әкеледі, дейді. Еске салайық, Супермамасита атымен танылған әйгілі блогер Әлия Байтуғаева қызыл жіп сатамын деп желі ішінде көптің ашуын тудырған болатын.